Мен Түймекент орта мектебінің 10 А сынып оқушысы Сыздыкова Айзере бүгін бір жер екі әлем атты пакетті қорғамақшымын. Менің жұмысымның басты мақсаты қазіргі таңдағы табиғаттың жағдайына назар аудартып, екі әлемнің айырмашылығын түсіндіру. Бұл тақырыпты таңдау себебім қазіргі таңның ең өзекті мәселесі экология проблемаларға назар аудартып, адамдардың болашағы табиғат екендігін көрсеткім келеді. Менің жұмысымның мақсаты қазіргі таңның адам әрекеттерінің табиғатқа қалай әсер ететіндігін көрсету, және де адам өмір сапасы, экология, экожүйе деген сияқты дүниелерге табиғаттың таза болуының қаншалықты маңызды екендігін түсіндіру. Және де ең өзекті мәселеміз ол адамдардың табиғатты қорғаудағы таза әлем мәдениетін қалыптастыру. Мысалға, Біріккен ұлттар ұйымының деректеріне сәйкес, әлемде жыл сайын 2 миллиард тоннадан астам тұрмыстық қалдықтар шығарылады. Тек оның 19% ғана қайта өңдеуге жіберіліп, қалғаны табиғатты ластап, ауа, су немесе өртенуге жіберілетін. Деректерге сүйенсек, Қазақстанда 7 миллионнан астам адам ауаның ластануынан ертерек қайтыс болатынында. Деректердің шындығын біз Астана, Алматы деген сияқты қалалардан көре аламыз. Онда ауа сапасы индексі лас деңгейде тұрғандығында. Макетте көрсетілгендей, көлік және де завод түтіндері ауаны 2 есе ластайтындығында. Деректерге сәйкес, таза ортада өмір сүретін адамдардың сапасы 20%-ға жақсырақ болатындығында. Таза ортада өмір сүру дегеніміз ол тек қана экологиялық проблема емес, ол болашағымыздың жарқын болуының кепілі екенінде. Себебі адамдардың өмір сапасының жақсылығы, адамдардың денсаулығы және де қоршаған ортаның тазалығы ол болашақ ұрпаққа мұра екенінде. Қазіргі таңда осындай таза әлемді қалыптастыру үшін Қазақстан және жалпы әлем жасап жатқан экологиялық іс-шаралары көп екенінде. Мысалға, 2024 жылдан бері қосылған Таза Қазақстан бағдарламасы қоқыстарды қайта өңдеу және жасыл желектерді қалыптастырумен айналысатындығында. Қазіргі таңда жасыл экономиканы қалыптастыру маңызды, себебі бір ағаштың өзі жылына 100 кг көмірқышқыл газын сіңіреді де шамамен 700 кг оттегін бөледі. Егер адам жылына бір ағаш отырғызса, онда қазіргі таңдағы ауа сапасы айтарлықтай өзгерер еді. Жұмыстың нәтижесінде біз табиғатты қорғаудың маңызын нақты түсінген болатынбыз. Яғни адамдардың қарапайым іс-әрекеттері, мысалға қоқысты өңдеу, ағаш отырғызу және де электр энергиясын үнемдеп пайдалану деген сияқты әрекеттердің өзі әлемге ауқымды әсер беретіндігін түсінген болатынбыз. Қорыта айтқанда, таза жақ бұл біздің болашағымыздың символы, ал лас жақ бұл бізге ескерту болып табылады. Табиғатты қорғау ол тек экология емес, ол адамгершіліктің бейнесі. Біз табиғатты қорғай отырып, адамдардың өмір сапасын жақсартып және де ұрпақтың болашағын қорғаймыз. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сондықтан да барлығымыз таза жақтың азаматтары болайық. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.